Бияқтың барын жебичкич кылып, коррупционер кылып, өзү оппозиционер болуп атканыңызды эл көрсө шылдың дейт да. Эмне деп атыр? Ана базарком деген сөзгө ардан атабызда. Калппы. Базасы барлар, банк барлар, базар барлар бар, ошакта жүрбөйт. Міне дегендерді маргендер бияқта отырып тұр бұл. Шынын айтқанда, тесті қырғызшаға отырсаң жеп болады. Жепке кеткен ақша жеп қойады екен. Жеп қойышты, бұл болды. Авария болған шындық болса тесттегі, аферон болғанда шындық. Шындықтың әдетте ешесі бар. Бірақ бүгін күнде ал жақта атқарушылар қамалып түрмеде отырады. Жеті бала қамалып отырады. Башқарушылар бияқта отырмай бұл. Айта отырсызда, сен жедің, мен жедім, сен айттың, мен айттым дейді. Жегендер шерделі жүрбей бі? Шерде. Айларына басып жүрбейбі. Ел көрет, ел білет та кім жегенін. Неге шындықты бойыныз қалбайсыз? Анан бір депутат шығып айтты да, Алмазбек Шаршеновичтің атын айтты да. Сапар Жұмақұлдар айтты, Сооронбай Шариповичтің. Еркіңер жетеу, урматтуу комиссия. Чакыргыла, экс-президентті дағы, эмк-президент дағы, азыркы өкмөт башчысында чакыргыла. Ал кезде биринчи вице болуп турган. ОЗП-га анда тиешеси бар. Еркіңер жетеу чакыргыла, этегине чык кыланда. Анан бир жерде туралы айлантып, элге шылдың болбой. Чакыргыла, Алмазбек Шаршенович келет, Сооронбай Шарипович келет, жооп берсин. Мына ошондо чындыкка чыгасыздар. Мамлекеттик комиссия түзүш керек болчу. Анан бүгүн тияка жети баланы камап коюп биякта кыйын болор экенде. Мыналардын арасында өз үстүнө депутаттар отурбайбы, мына Кадыркулов, Канат Муратбековдор, Темир Аргенбаевдер отурат. Ушулардын баары жебички чыгып өз үстүнө апакай болот оста. Бирөө айтып атпайбы? Комиссияга рахмат деп. Мен аварияга рахмат айтам. Мен ошол насоска рахмат айтам, авария. Болбосо сыр чыкпаган эмес. Ошол насоска орден бериш керек. А насостун акчасын жеп койгон турга ордер бериш керек. Мына чындык ушул жакта жатат. Анан айланып келип эле сен жедиң, мен жедим деп. Жегендер ушу тегеректе издесеңер чыгат. Бүгүн адилеттен качса, эртең акыреттен кача албайт. Акыры Кудайдын алдында 86 миллион доллардың бардығын жеп қойды. Эм жесе бір аз немесін жеген шығар, эм қырғыз жебей қойбай албайт да. Бардығын жеп қойды, елдің бар ойлайды, оқу, бұлардың бар жеп ішкіш депші. Біраз авайлап сөйлейік та. Тұру да тез. Ескі тес монша емнен авария оласа жаңы тестен бұру атпайыз бұл, біз бұрмал атпайыз бұл. Бұл чындыққа шайкеш келбейді, урматты. Елделе көріп тұрады, Қырғызстан кичинекейле мамлекет, кимдин каяктан байган деп, анан чөнтөбүстөн акча чогултуп берип туруп, төлөй карыздан дейт да. Могу жерде депутаттардын арасында бир тестти сала турган акчасы бар, байлар бар. Анан көчүп 10 тест салып бергиле, төлөп бербей эле. Рахмат.